Карагалпак мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры биздин Кыргызстаныбызга гастролдук сапар менен келди. Кечээ Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында драматург Кайрат Иманалиевдин Коркут ата спектаклин көрүүчүлөргө тартуулашты. Ооба. Келген көрүүчүлөр ушунчалык бир абдан жылуу кабыл алды. Кызыгуу менен көрүп отурдук баардыгыбыз тең. Мен дагы көп болдум айткандай барып. Анан эң сонун маанайда тартууланган дал ушул спектакль жөнүндө жана жалпы эле дал ушул Карагалпак мамлекетиндеги биздин боордошторубуздун театр айдыңындагы жаңылыктар жөнүндө кеп кылалы деп конокторду чакырдык. Эмесе, Карагалпак мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын директору Ажинияз Шарипов агайыбыз баштап келип отурат. Өзбекстан Республикасынын эмгек сиңирген артисти, дал ушул театрдын актрисасы Лиза Калыкназарова эжекебиз жана ошондой эле жаш режиссер, дал ушул Коркут атанын режиссеру Султанбек Калибеков бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер, коноктор. Рахмет. Арыбаңыздар деп тосуп алат. Рахмет, сау боласыздар, сау боласыздар. Жакшы келдиңиздерби? Шүкүр, жакшы келдик. Эң сонун. Келгениңизде Кыргызстанга канчанчы жолу келдиңиздер? Биринчи жолу? Биринчи жолубуз, биринчи гастроль сапарыбыз биздин Кыргызстан Республикасына келип отурмуз. 12 декабрь күнү Кыргызстанга келип түштүк, жакшы күтүп алды биздерди. Үлкөн делегация менен келип күтүп алды. Сөйтүп мейманканага жайгасып, күнү кече Кыргыз драма театрында биринчи спектаклибизди койдук. Кабарыңыз бар, Кыргыз драматургу Кайрат Иманалиевдин калемине тийиштүү Коркут ата спектаклин күнү кече биздин жас режиссерimiz Султан Калибеков сахналаштырып, сол күнү кече коюп келдик сол спектаклды. Бүгүн да болот, Кудай кааласа. Коркут ата драмасы негизи эле баягы бир оор драмалардын катарына кирет, адамдын психологиясына абдан бир таасир эткен. Аны койгон режиссер дагы бизде эң күчтүү режиссер болчу, тилекке каршы арабызда жок азыр. Ал эми сиздин жаш туруп ушул Коркут атага тартынбай келгениңизге кызыгып атабыз. Эмне себептен ушул Коркут атаны коеюн деп ойлондуңуз? Биздер институтта окуп жүргөндө кандай фантазиялык затлар коссак, режиссер фантазиясынан көп нерсе коскусу келеді. Маған афсана аңыз керек болды, мифологиялык чыгарма. Карасам, Коркут деген адам дүнияда өткен, излеп басладым. Кейін карасам, Кыргызстанда коюлган. Кыргызстанда Бахтияр Шартшенов деген актер бар екен. Соған Инстаграм аркылуу жолуктум. Ол маған автордан номерин алып, WhatsApp номерин алып, автордан пьесасын алып, кейін Кайрат ага менен жакшы сүйлөшүп, керек жерин коюп, сол пьесаны чыгарганбыз, спектакльди. Кандай болду иштөө сиз үчүн? Спектаклдин үстүндө иштөө. Бул биздерде киеле деп айтады Коркут атаны. Катты коркунуч болду, себеби Казакстанда коюлганда да сол спектакль болгон, премьера болгон күнү аспанда булт болгон, жаңбыр жауган дейди. Биздерде да кобуз тартылса, погода өзгереді, хаба ырайы өзгереді да. Сол жакларына катты коркуп жүрдүм. Ойласам, ойлар башка жакта жүрөт. Көзү көрмөй көчөдө кете бересиң. Сондай коркунучтар болду. Актерлар коркуп жүрдү. Бирок жакшы. Премьерасы биздин өлкөдө болду, Жок, буга чейин болду. Өзүбүздө. Сиздерге коюлган. Кайсы учурда коюлду? 18 июнда болгон. Авторубуз Кайрат Иманалиев өзү келип бирге болгон. Маанилүүсү автордун ой пикири болуш керек. Кандай деп айтты ой пикирин? Ою баа берди бизге. Айтажак максатыбыз, пьесанын максаты ашылган деди. Бирок ой жерде эки картинаны автордон кесип ташлаганмы? Бирок сонда да кабыл болмады, өкпелемеди, ренжимеди. Жакшы деген баасын берип, сиздин жаш адис экениңизди эске алып дегендей баягы баалап, ийгилик каалады. Ийгилик каалайм. Ичинде өзгөчө бир баягы көрүнүштөр менен коштолду. Чындыгында ошол эки табылган мифологиялык каармандар ошол Коркуттагы сүрдүү коркунучту аябай арттырып турат экен. Алардын кыйкырганы эле бир тайлык. Зал дүү деп түшүп атты. Ал эми сырттан кирген
адамды көргөндө студенттердин жүрөгү түшүп калды. Эшиктен бир адам кирет экен, жылаңач, үстү жылаңач. Студенттер жүрөгү түшүп калды. Таасирдүү көрүнүштөр көп болгон экен. Биз телекөрүүчүлөрүбүздү бүгүн дагы чакыра алабызбы, чакырамыз, Кудай кааласа. Аталган театрга келип ошол боордошторубуздун эмгегине күбө болуп кетиңиздер. Сизде жараткан образыңыз кайсы болду? Лиза менен маектешели. Мен Коркут атанын анасын ең азгандай сахнага чыгып кетсем де сол жерде сол дәрежеде салмаклы сөзлері, баласын әжелден қорғап айтқан сөзлері менің хаттегі сол бірінші маған рөлді берген уақытта менің жүрегімді қап кетті. Әр шыққанымда хақиқаттан да бұл өмірде соны жасап атқан сияқты өзімді сезініп ойнадым да. Авторым разы болып жақсы сөздерін айтып кетті. Мен бұл спектакльде жас болуына қарамастан маған сол рөлді бергеніне қуанамын. Себебі ел разы болып атырыпты, көрген адамдардың есінде қалатығын бір сахна болып атырыпты. Эненин образын ачып берген турбайсыз ба? Эң сонун. Ажинияз агай, мына Коркут деген ысым бул жалпы түрк тилдүү элдерге тиешелүү ысым да. Түрк тилдүү элдердин адамы десек болот. Каракалпакстанда спектакль кандай кабыл алынды? Каракалпакстанда спектакльimiz жакшы кабыл алынды. Премьерага айткандай автордун өзү барды июнь айында. Азыркы күнгө чейин бул Коркут ата сүнүлөрдүн арасында жүрүп турупту. Өзлөрү келет. Со Коркут атаны көрүү, спектакльин көрүү үчүн bir seans, күнүгө bir seanстан коюп турмуз. Коркут ата спектаклин. Күнүнө бирден? Күнүгө bir спектаклден, күнүгө bir спектаклден обязательно Коркут атаны көрүү үчүн келип болдулар. Театр сүйүүчүлөр кандай? Театрга агылып келген эл көп элеби? Ооба, көрүп кубанат бизде. Театр үчүн калк жакшы келет бизге, тамаша көрүү жакшы кабыл алат. Бизде кандай экен кыргыз көрүүчүлөр? Жакшы кабыл этти, жакшы кабыл этти. Биздер айрыкча bir тәсіршеңленіп ойнадық. Себебі бәрбір қырғыз драматургы, қырғыз халқының тарихы болған үшін біздерде қандай да бір нөкісте, Қарақалпақта ойнағаннан да басқаша бір сенім, соларға бір жағуын, олардың кеуілінен шығуымызға күш қайратпенен елде еш ойнадық та. Лекін тамаша көреді, сол дәрежеде қабілетті, әттегі таусылғаннан кейін сахнаны залды таслап шығып кетпеді. Нөкісте де сондай болады да, шығып кетпейді. Қорқыт ақында, нама Қорқыт ақында қосық айтылады, бірден тоқтап қалмайды. Поклон қылып тәжім еткеннен кейін музыканы сол тамаша көреді залдан шығып кеткенше жіберіп қояды Қорқыт ата туралы музыканы. Соны естіп отырып қалады залдан, кетпейді да. Бұл соның өзі біздерге сол спектакльді қандай да бір өзінің сапасымен шыққанын білдіреді меніңше. Жақсы. Буга чейин дегеле кыргыз театры менен тааныштыгыңыздар бар беле? Байланыш болду беле? Әлбетте, біздер мысалы 1991 жылы өзі біздердің ең ұлы қазір театрлардағы ең аға үстін режиссеріміз Нажмадина Аңсатбаев деген ағамыз бар. Ол Бектұрсын Жакиевтің «Әке тағдыры» деген спектаклін қойды бізде. Сонда да сол дәрежедегі жақсы спектакль болып шықты, халыққа ұнады. Біз сол уақытта да қырғыз халқының тарихын, оның жасау жағдайларын менен сол спектакльлерден басылап, мен өзімнің репертуарымдағын айтып атырыппын, танысып басладық. Міне әзірім алдын бір қадем атқан болсам, бұл бірнеше қадемні Коркут атада ойнағанымыз бізді сіздерге елете жақынластырды. Тилибиз абдан жакын экен, кесиптеш байкап атасызбы? Абдан эле жакын экен. Ошон үчүн актерлор менен иштөө баягы пьесаны алгандан кийин сиз үчүн кыйын болбосо керек. Жак кыйын болмады, себеби өзүмдүн улуттук, өзүмдүн милдетим менен сүйлөшкөндөй сүйлөштүк да. Олар бизерге сондай жооп кайтарат, мен да оған сондай суроо беремин. Ол менин тилиме калыптасып сөйлесіп атыр ба десем, ол өзінің тілінде сөйлеп атыр, мен өзім тілімде. Кейініне қарап бұл қырғызша сөйлейтін болып кетті біздерге. Себебі өзі аударған, сөздерін үйренген. Азаматсыз. Негизи ушул сиздин чыгармачылыгыңызда ушундай тарыхый чыгармаларга кайрылган алгачкы учурбу же буга чейин кайрылып жүрдүңүз беле? Бул тарыхый Апуайда чыгармада ең бірінші. Ең бірінші. Ең бірінші. Чоң эмгек болду. Бірінші жұмысым, дебют. Ең сон. Ишенип кантип тапшырдыңыз агай? Ошол жумушту жаш болсо өзү жасап кете алат деп сендик.
өзі сенім білдірді бізге. Келіп, аға ұсыны қолға алып атырман, Қырғызстан Республикасының жігітлерімен сөйлестік, ұсыны бізге тапсырасыз деп өзім қайта-қайта келіп, настойный болып, сендік тапсырдық бұл жігітке. Жасады. Артығы менен жасап берді бізге. Жоғары дәрежеде жасап берді. Бір-бірімізге сенім болды. Ол біздерге жас Тамашөгүлі театрының Қарақалпақ мемлекеттік актерларына біріншіден сенді бұл. Біз бұның жұмыс процесінде біздің актерлар, режиссерлар театральный институт бар ғой, ояқта Ташкентте. Сода сабақ береді біздің театрдың режиссерлары. Содан кейін бұл балалардың аяқ алысын, әр қадемін олар біліп тұрыпты, көріп тұрыпты, өзінің оқушылары, шәкіртлері. Демек біздерге сендімен біздер бұл балаға сендік. Сондықтан да біздің театрымызда ол актерларымыз ойнады, бұғанам ұнады. Бір-біріңіздерді қолдап кеткенсіз. Қазір өздерімізге алдық сөйтіп режиссер. Связка болды бір-біріне деген. Абдан жақсы. Бұл Қырғызстанға келген сапарыңыздар қанша күнге созылады, жана өзіңіздердің дағы репертуарыңыздарда бұға чейинки спектакльдерден көре аласыз ба? Енді сурет біздер Қорқыт ата спектакльменен келгенбіз. Құда қаласа ендігі бір қызмет сапарымызда өзіміздің жерлес драматургтың спектакльдерін алып келеміз. Бүгін Құда қаласа амандық болса, Қайрат Құлжабаевич жас Тамашөгүлі театрының бүйелдің директорымен бізді ұшырастырады. Оның екі театр арасында меморандум түземіз. Бүйақтың театры бізде бетке барады, бізде бүйаққа келу ниетімізде. Сол шартпенен келіп отырмыз. Театр hakkında қысқаша мағлұмат беріп кететін болсам, біздің театрымыз 1978 жылы ашылған. Кеңесбай Рахмановтың еңленген бәһәрлік спектакльмен ашылған. Аз 40 жылдан астам уақыт өткен болса, біздің репертуарымызда 40-тан астам спектакльдеріміз бар. Жаһан жұттыған спектакльдеріміз, жаһан классик шығармаларынан, өзіміздің жергілікті драматургілерінен, Қоңсы республикаларымыздың драматургілерінен спектакльдеріміз бар. Жақсы. Жақында Ташкент қаласында гастроль сапарында болдық алдында. Біздердің театрымыздың енді әр қилы спектакльмен жүрек деген мақсатте сіздерге жақын болған үшін Қорқыт ата спектаклін түркі халқылары болған үшін бірге алып келдік. Ал Ташкенттегі сапарымызда Ромео и Джульетта спектакльмен барғанбыз. Қандай соның? Жүді жақсы қабыл еткен ол жерде. Сіздердің репертуарда ушундай дүйнөлүк чыгармалар бар. Ең соны. Қорқыт атаға келген бағы құрамды айтып берсеңіз, кеше мен Қорқыт атаны көріп атып, башқы рөлдегі актердің үнінің шунчалық тазалығына баға бердім. Театрдың артына чейін үні дана болады екен, анан тап-тақ шығады екен, шунчалық ұқылықты екен да. Жалпы ошол келген құрам жөнінде айтып берсеңіз, актер, актрисалар жөнінде. Біздердің актерларымыз Қорқыттың өзі бас рөлін ойнаған, қартайған рөлін ойнаған Жігірбай аға Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен антиш Жігірбай жәдігер болады. Бас рөлі ойнаған, өзі жас уақытын ойнаған Пазылбек Төлегенов болады. Ол екеуі де біреу-біреумен сахнаның артында до спектаклі олар тайланып жүреді. Оларды біздер ешқандай алаң қалмаймыз, олар обязательно сол спектакльге керек болса сол мейманханадан шығып жатқаннан бастап тайлықтарын көреді біздің. Қорқыт атаның үлкен жасындағы қартайған уақытында ойнаған актерсы Жігербай аға Абдимов театрда підай инсанларда ол театрға ерте келіп, әмменің кейін жасы үлкен 70-ке шамалас балған, лекін әммеден бұрын келіп, ең ақырында қайтады инсан. Себебі театр оның үйі болып қалған. Соның үшін оның ізіне ерген шәкіртлері әлбетте бір дүнияға танылған инсанлар болады деп сенемін. Қараңыздаршы, қандай ғана өнерге қылған мамиле, ушундай бир эмгектин натыйжасында сиздер ушундай эмгекти жараттыңыздар. Кыргызстанга келдиңиздер. Бул дагы бир чоң ийгилик деп эсептейбиз сиздердин театрдын жетишкендиги. Разычылык билдиребиз. Дагы бир жолу Кыргызстанга кош келиңиздер. Бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына театр сүйүүчүлөрдү чакырабыз. Биздин Каракалпак мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынан меймандар келишти. Драматург Кайрат Иманалиевден Коркут ата спектаклин көрсөтүп жатышат. Сиздерди дагы көрүүгө чакырабыз. Ооба. Арманда калбайсыздар, келсеңиздер, бул спектакль аркылуу бир жакшы сезимдерди кетесиздер деген ойдобуз. Эмесе биз конокторубузга ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бирге болуңуздар.